Ол біргей аспаз, және оның көз алдында тұтынушылар ешқашан құдай емес. Бір тұтынушы стейктің қатты қуырылып кеткеніне шағымданған үшін ғана, ол бірден шикі сиыр етіне шанышқы сұғып, ашулы шешіммен сол жаққа қарай ұмтылды. Қожайын тез арада кешірім сұрап, одан тұтынушының дастарханын ауыстыруды өтінді. Бұл әйелдің ашуын қайта тұтандырды. Кейт жылына $1 миллион жалақы алатын жоғары дәрежелі бас аспаз, және оның мейрамханадағы мәртебесі өте жоғары. Тіпті қожайын Поланың өзі онымен өте мұқият сөйлесуге мәжбүр. Кейттің мінезі тік әрі қызуқанды болғанымен, бұл тұтынушылардың оған деген сүйіспеншілігіне әсер етпейді. Өйткені оның аспаздық шеберлігі ерекше, және ол барлық нәрседе мінсіздікке ұмтылады. Ол өз жұмысында ешқандай қателіктерге жол бермейді, сондықтан онсыз мейрамхана дұрыс жұмыс істей алмайды. Бірақ ол жақында өз орнын басқа біреу басатынын білмеді. Бір күні Кейт әдеттегідей ас үйде қарбалас жұмыс істеп жатқанда, кенеттен оның сіңлісі Кристинаның көлік апатына ұшыраған туралы қайғылы хабар келді. Кейт үрейленіп ауруханаға асықты, бірақ сіңлісінің қайтыс болғанын, және оның жиені Зоидің аурухана төсегінде жалғыз қалғанын көрді. Зои оянып анасының қазасын естігенде, ол қайғыға батты. Көз жасы үзілген үнжу маржандай бетімен төмен домалады. Тіпті әдетте қатал әрі салқынқанды Кейт те бұл жолы көз жасын ұстай алмады. Осы кенеттен болған қайғылы оқиғаға байланысты Кейт Зоиге қамқорлық жасау үшін ауруханада қалуға шешім қабылдады. Ал мейрамхана өзінің жалғыз бас аспазынсыз бей-берекетсіздікке ұшырады. Қызметкерлер өзара сыбырласып, Кейтті кім алмастыра алатынын болжады. Барлығы шарасыз күйде болған кезде, шаршаған және қайғыға батқан Кейт таныс ас үйге оралды. Ол үнсіз жұмыс киімін киіп өз ісіне кірісті. Бірақ ас үйдегі шу мен қарбалас оның жүрегін шағып жатқан масалар үйіріндей сезілді. Бір кездері оны баурап алған тамақ пісіру процесі енді өз сиқырын жоғалтқандай болды. Кейт ақыры сіңлісінің соңғы сөздерін оқуға мүмкіндік алған кезде, оның бетінен көз жасы қайтадан парлап ақты. Хатты Кристина Зои туғаннан кейін жазған екен. Ол шексіз тілектер мен үміттерге толы болды. Кристина, егер ол өмірден озатын болса, ең үлкен үміті Кейттің өз орнына Зоиге қамқорлық жасау екенін мойындады. Бұл әлемде Кейт қана Зоиге жылы пана бола алатын жалғыз адам еді. Өйткені екі әпкелі сіңлілі бір-біріне жалғыз отбасы болған. Зоидан басқа. Бірақ тағдыр қатыгез болды. Оның жалғыз туысы оны осылайша кенеттен тастап кетті. Пола терезеден Кейттің қайғыдан егіліп жылағанын көріп, жүрегі аяушылыққа толды. Ол тез арада салтанатқыш бөлмеге кіріп, Кейттің қолынан мықтап ұстады да, жұмысты қоя тұрып, шаршаған күйін қалпына келтіру үшін бір апта демалуға кеңес берді. Кейт Поланың кеңесіне құлақ асты. Демалыс кезінде Кейт Зоиды үйіне әкеліп, оған үнемі серік болу үшін қолдан келгеннің бәрін жасады. Бірақ Зои қанаты жараланған құстай әлсіз әрі көңілсіз болды. Бұрынғы өміршеңдігінен айырылды. Тіпті Кейт мұқият дайындаған дәмді балықта Зоидің тәбетін аша алмады. Зои оған тек енжар қарап қойып, үнсіз өз бөлмесіне кетіп қалды. Бұл Кейтті өзінің жиеніне шынымен қамқорлық жасай алатындығына күмәндандырды. Психолог оған Зоиге арнап мұздатылған вегетариандық тағамдар сияқты дәмді әрі қарапайым түскі ас дайындауды ұсынды. Бірақ Кейт бұл ұсыныстан үзілді-кесілді бас тартты. Өйткені оның және сіңлісінің балалық шағы қиындықтарға толы болды. Және сол мұздатылған тағамдар тек қарындарын тойдыру үшін жасалған амалсыз таңдау еді. Ол Зоидің балалық шағында мұндай қиындықтардың қайталануына ешқашан жол бермес еді. Көп ұзамай, бір апталық демалыс аяқталып, Кейт әдеттегідей мейрамханаға оралды. Бірақ ол кіре сала бір қызық нәрсені байқады. Мейрамхана күтпеген жерден бұрын соңды болмаған қуатпен қайнап жатты. Ас үйге кіргенде ол мұның себебін түсінді. Жаңа бас аспаз келген екен. Бұл аспаз Кейттің салқын және тәкаппар мінезіне мүлдем қарама-қайшы еді. Ол әзілқой, ақ көңіл болды және жұмыс істеп жүріп, көңілді музыка қойып қойды. Оның басшылығымен қызметкерлер жұмыс барысында қуана ән шырқады. Кейт жаңа аспазға шатасып және мазасыздана қарады. Ол өмірінде бірінші рет өз орнына қауіп төніп тұрғанын сезінді. Бұл адам оның өмірін толығымен өзгертетін ол әлі білмейтін еді. Кейт бірден Полаға барып, өзінің ас үйіне мұндай ақылсыздың қажеті жоқ екенін айтып талап етті. Алайда Поланың пікірі мүлдем басқаша болды. Ол ас үй үнемі жансыз болмау керек деп есептеді. Бүкіл ас үйді жандандырып, өмірге толы ету үшін әрбір қызметкердің жүрегіндегі құмарлықты оятатын ұшқын қажет деді. Сондай-ақ Пола Кейтке Никтің Нью-Йорк аспаздық әлеміндегі жарық жұлдыз екенін, оны көптеген 5 жұлдызды мейрамханалар жұмысқа шақырғанын айтты. Ол неге бұл жұмысты таңдады? Өйткені ол сенімен бірге жұмыс істегісі келетінін айтты. Соған қарамастан, Ник Кейтке ешқандай әсер қалдырмады. Қырағы Ник мұны байқап, олардың қарым-қатынасын жақсарту мақсатында Кейтке өзінің фирмалық пастасын дайындап әкелді. Бірақ Кейт ешқашан түскі ас ішпейтінін айтып, салқын жауап берді. Бас тартуды естіген Ник сәл ұялып қалды. Бірақ бәрібір Кейтке жақындап, әжем бұл рецепті өлер алдында менің құлағыма сыбырлап айтқан еді. Ол оны ескелден өзімен бірге әкелген.
ал мен оны бүгін арнайы сен үшін дайындадым, деді. Нақты шекара орнату үшін Кейт тапсырмалар тізімін қақ бөліп, олар бір-бірінің жолына бөгет болмауы керек екенін баса айтты. Бірақ Ник бұған аса мән бермегендей көрінді. Ол Кейттің айналасында жүре берді. Ол өзінің асезаздық өнерін табаққа әдемілеп орналастыруға назар аударып тұрғанда, Ник әдейі тым жақын келіп, оның зейінін бөліп, тағамның рәсімделуін бұзды. Сол сәтте Кейттің ұзақ уақыт басылған ашуы бұрқ ете қалды. Бұл менің ас үйім. Мен осында жету үшін өте көп еңбек еттім. Оны менен тартып алуыңа жол бермеймін. Түсіндің бе? Ал оны тартып алғысы келеді деп саған кім айтты? Одан басқа саған не керек болуы мүмкін? Бұл оның қатты қорыққан нәрсесі еді. Ник ас үйге кірген күннен бастап, ол келіспеушіліктің сөзсіз болатынын білді. Эмоцияларын басқара алмай, Кейт мұзды ортада сабасына түсуге тырысып, салқындатқыш бөлмеге жасырынды. Оның таңғалысына орай, Ник те оның артынан кірді. Мен қалаған жерінде жұмыс істей аламын. Мен мұнда жұмыс істегім келеді. Өйткені сенімен бірге тамақ пісіру мен үшін мәртебе. Бірақ мен өзімді қуана қарсы алатын жерде жұмыс істегенді қалаймын. Сондықтан, егер менің кеткенімді қаласаң, тек айтсаң болғаны. Кейттің қабылдамауын сезінген Ник көңілі қалып, тіпті жұмыстан шығуды да ойлады. Әріптестер бұл жаңалықты естігенде, олардың барлығы қатты қарсылық білдірді. Никтің ойы туралы білгеннен кейін, Кейтті кінәлілік сезімі билеп алды. Ол өзінің теріс пікірінен бас тартып, оның қалуын өтініп, бірінші боп қадам жасады. Сенің қалғаныңды қалаймын. Жұмыстан кейін Кейт үйіне оралып, Зойдың қосылу теледидар алдында ұйықтап жатқан көрді. Ол оның үстін ақырын жапты. Түнгі үстелдегі ашық тұрған фотоальбомды байқаған Кейт, Зойдың үнемі анасын сағынып жүргенін, ал өзінің оған жеткілікті көңіл бөлуге тым бос еместігін түсінді. Психологтың кеңесіне сүйеніп, ол келесі күні таңертең қуырылған вегетариандық тағамдар дайындап, Зоймен сөйлесуге тырысты. Зоймен жеткілікті уақыт өткізе алмайтынына алаңдаған Кейт, оны сабақтан кейін мейрамханаға келуді ұйғарды. Зойдың келуі бірден қызметкерлер арасында талқылауға түсті. Кездейсоқ әңгіме барысында Кейт Зойдың оның дайындаған тамақтарына қызықпайтынын айтты. Ник мұны есіне сақтап қалды. Ол өзінің фирмалық пастасынан бір тостаған дайындап, Зойдың қасына отырды да, оның назарын аудару үшін асыра сілтеген ләззетпен жей бастады. Содан кейін ол Зойден пастаға қарап тұруды өтініп, кетіп қалғандай кейіп танытты. Пастаның тартымды хош иісі Зойге қарсы тұра алмайтындай болды. Ол шыдамай бір тістеп көріп, сосын оны тез арада жеп қойды. Кейт кездейсоқ бұл көріністің куәсі болды. Жұмыс күннің соңында Кейт ұйықтап қалған Зойды ақырын көтеріп алып, кетер алдында Никке арнайы қайырлы түн тіледі. Содан бері Зой ас үйдің жиі келетін қонағына айналды. Ник оған әртүрлі көкөністерді қалай ажыратуға болатынын үйретті. Тіпті онымен билеп, қуанышты сәттермен бөлісті. Никтің ықпалымен Зойдың жүрегіндегі қайғы бұлттары біртіндеп сейілді. Сонымен қатар, Кейт пен Ник арасындағы қарым-қатынас ақырындап дамып, олардың арасындағы кедергілер баяу жойыла бастады. Олар үзіліс кезінде қысқаша әңгімелесе бастады. Одан да таңқаларлығы, әдетте диетаны ұстанатын Кейт, Зойдың ақылды бағыттауымен Никтің мұқият дайындаған тағамдарынан дәм тата бастады. Ол олардан ләззат алып қана қоймай, Никті де мақтады. Никтің жасырын сезімдерін сезген Зой, Кейттен өзінің туған күніне Ник арнайы итальяндық мерекелік дастархан жасай ала ма деп сұрады. Кейт бұл өтінішті Никке жеткізді. Азық-түлікті мен сатып аламын. Мереке күні Ник бірнеше қап ингредиенттермен келді. Зой оған көмектесуге дайын болып, асыға алжапқышын тақты. Кейт көмектеспек болғанда, Ник оны қалжыңдап ас үйден қуып шықты. Бәрі дайын болғаннан кейін, Зой Кейттің есігін қағып, еркелей отырып аяқ киімін шешіп, көзін жұмуды өтінді. Кейт көзін ашқанда, оны тосынсый күтіп тұрды. Жарқын африкалық стильдегі кешкі ас. Олар нағыз отбасы сияқты бірге отырды. Тамақтан кейін олар Зой ұйықтап қалғанша көңілді ойындар ойнады. Ал Ник оны әкесіндей төсегіне көтеріп апарды. Кештің қалған бөлігі Ник пен Кейтке тиесілі болды. Жинала жүріп, олар өздерінің өткен өмірлері туралы оқиғалармен бөлісті. Босаңсыған сәтте, Ник кездейсоқ Кейттің махаббат тарихы туралы сұрады. Кейт бұл сұрақтан қашпады. Ол өзінің жалғыз қарым-қатынасы осыдан 4 жыл бұрын. Жігіті екеуінің бірге тұруын қалап, одан пәтерінен бас тартуды талап еткен кезде аяқталғанын мойындады. Бірақ Кейт бұған келісе алмады. Тәрбиесі қалдырған іздерге байланысты, ол әрқашан қауіпсіздік сезімін қалыптастыруда қиындықтарға тап болды, және серігіне жүрегін толығымен аша алмады. Ол өзіне жеке кеңістікті сақтап қалуды армандады. Сонымен бірге тастанды болып, барар жерсіз қалудан қорықты. Ник одан әрі қазбаламады. Оның орнына ол өзі дайындаған тирамисуды әкеліп, оған дәм татуды ұсынды. Кейт тәттілерді ұнатпайтынын айтса да, бір тістегеннен кейін оны мақтамай тұра алмады. Оның ерінде кішкене крем қалып қойып еді. Ник оны ақырын сүртіп, сосын саусағынан жалап алды. Олардың арасындағы атмосфера жандана түсті. Айтылмаған тартылыс оларды жақындастыра түсті. Каминнің жарығында олардың жүрек лүпілі бірдей соққандай болды. Сонымен, осы жылы түнде олар бір-біріне деген сезімдерін растады. Содан бері олардың өмірі тәтті бақытқа толды.
Жұмыс қарбаласы басылған сайын, олар ас үйде жақсы қызыл шарап бөтелкесін ашып, нәзік хош иіспен жеңін мастықтың бір-бірін тереңірек түсінуіне жол беретін. Бос демалыс күндері олар Зоимен бірге қайнаған көшелерде серуендеп, отбасылық уақыттың баға жетпес сәттерін суретке түсіретін. Немесе олар алдағы аспаздық шедеврлерді дайындауға жаңа піскен ингредиенттерді таңдап, бірге шулы базарларға баратын. Бұл өзгерістер Кейттің өміріне жаңа дем берді. Бірақ олардың кішкентай отбасы жақындасқан сайын кәсіби шиеленістер пайда болды. Никтің таланты көбірек танымал болғақ сайын, бір кездері тыныш болған ас үй жасырын ағымдарға толды. Тіпті Никке жеке шығып, Кейттің орнын ұсынғандар да болды. Бірақ Ник Кейттің сезімін ескеріп, тартыншақтады. Алайда Пола Никті нағыз бас аспаз ретінде көрді. Ол көпшілік алдында оны мақтап, байқаусызда Кейтті шеттетті. Бейне бір оның енді еш маңызы жоқ сияқты. Тіпті қызмет көрсету кезінде Пола Никтен өз дағдыларын көрсетуді жиі сұрайтын. Кейттің қосқан үлесін мойындамай. Осыған қарамастан Ник Кейтке мұқият болды, бірақ өзін дәрменсіз сезінді. Айыптауларға тап болған ол, өзінің кінәсіздігін дәлелдеу үшін жұмыстан кетуге шешім қабылдады. Кейт өз жүрегін қорғауға көптеген жылдарын жұмсаған еді. Никтің жылулығы оны ашты, бірақ ол мимоза сияқты нәзік болып қалды. Кейт үйге оралғанда Никтің дауысты хабарламасы оған найзағайдай түсті. Сол сәтте Кейт Никті дұрыс түсінбегенін ұқты, бірақ оның мақтанышы бірінші болып кешірім сұрауға қиындық туғызды. Сонымен қатар Пола Кейтті асығыстығы үшін сөгіп, одан дереу Никтің орнына адам табуды талап етті. Келесі бірнеше күн ішінде Кейт сансыз аспаздардан сұхбат алды, бірақ олардың ешқайсысы оның стандарттарына сай келмеді. Зои де бірдеңе дұрыс емес екенін байқап, Кейттен неге сонша уақыттан бері Никті көрмегенін сұрады. Кейт олардың ұрсып қалғанын шынайы түсіндірді. Бұл Зоиды мұңайтып, оның өз бөлмесіне кетіп қалуына әкелді. Алайда келесі күні таңертең күтпеген оқиға болды. Зои жоғалып кетті. Сол сәтте Кейт үрейленіп, Зоиды көріп қалам ба деген үмітпен көшеге қарай жанталаса жүгірді. Бірақ бәрі бекер болды. Үміт үзілген кезде Кейт Никті ойлап, дірілдеген қолдарымен оның нөмірін терді. Жаңалықты естігеннен кейін Ник қатты алаңдап, тез арада Кейтпен кездесіп, оны жұбатты. Олар бірге саябақтармен ойын алаңдарын тінтіп шықты. Бірақ Зои еш жерден табылмады. Кейттің кінәсімен өкініші толқындай тасты. Үйге оралғаннан кейін ол бөлмені алаңдай тінтіп, оның көзі төсектегі ойыншықтармен ашық фото альбомға түсті. Сол сәтте Кейт кенеттен түсінді. Зои анасын сағынғаны анық еді. Олар еш ойланбастан тікелей зиратқа барды. Ақырында Зоидің жалғыз бейнесін байқады. Жаным, не болды? Мен оны ұмытып кетем бе деп қорқамын. Ник оларды үйге аман-есен жеткізді. Көлік тоқтаған кезде Зои Никті қуана ішке шақырды, бірақ ол сыпайы түрде бас тартты. Ол кетпес бұрын Кейт ақыры жүрегіндегісін ақтарды. Ол өзінің ауыр сөздері үшін шын жүректен кешірім сұрап, оның жұмысқа қайта оралуын өтінді. Бірақ Ник Сан-Францискодағы 5 жұлдызды мейрамханада бас аспаз ретінде жаңа жұмысқа қабылданғанын айтты. Кейт жымиып, Никке өзінің ізгі тілектерін білдірді. Бірақ бұл күлкінің артында айтып жеткізгісіз ащы мұң мен дәрменсіздік жасырынған еді. Алайда Никтен айырылғаннан кейін Кейт жұмыста өзін ынтасыз сезінді. Бұл тұтынушылардың стейктердің қатты қуырылып кеткендігі туралы шағымдарына әкелді. Кейттің ашуы кенеттен бұрқ етті. Ол бір кесек шикетті шанышқыға шаншып, сол жаққа қарай ұмтылды. Пола тез арада араласып кешірім сұрады, және Кейтке тұтынушының дастарханын ауыстыруды бұйырды. Бұл Кейттің ашуын қайта тұтандырды. Сол күні Кейт жұмыстан кетті. Адасып шатасқан ол өзінің психологынан кеңес сұрады. Тыңдағаннан кейін дәрігер үлкен шынайылықпен сөйледі. Менің айтпағым, сіз мұны бәрінен жақсы білесіз. Өзіңіз жасаған рецепттер ең жақсысы. Психотерапевтің сөздері оның жүрегіне терең бойлап, оның түсінігін нұрландырды. Сол сәтте уақыт тоқтап қалғандай болды. Олар өткеннің шырмауынан босап, жүректеріндегі түсініспеушіліктерді сейілтіп, тереңде жатқан махаббатты оятты. Көп ұзамай Кейт пен Ник өздерінің ортақ армандарын шындыққа айналдырды. Үшеуінің атымен аталатын махаббат пен жылулыққа толы мейрамхана ашты. Бұл атау жай ғана белгі емес, жанның панасы, өмір дауылдарына төтеп беретін жылы орын еді. Осы жерден фильм де аяқталады. Егер осындай видеоларды жиі көргіңіз келсе, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған кино айтушы.